Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі бейнероликте оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда PISA тапсырмаларына дайындық жүргізу. Мақсаты география пәнін оқытуда PISA тапсырмаларын шешу арқылы білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Тапсырма: жер асты суларын жер бетіне шығару және жер сілкіністері. Жалпы оқушылар біздерге контекст берілген. Жартас қыртысы жердің ең үлкен жоғарғы қабаты. Қыртыс ішінара балқитын жыныс қабаттары бойынша жердің тектоникалық тақталарға бөлінген. Тілімдер жарықтар деп аталатын жарылған жерлерден тұрады. Жарықтардың бойында жинақталған қысым босап шыққан кезде жер сілкінісі болады. Оның нәтижесінде қыртыстың бөлшектері араласып кетеді. Жарықты бойлай қозғалу мысалы төменде көрсетілген. Әсіресе А суретінде, яғни сырғу түрінде көрсетілген. Сол жерде қозғалу бағыты, қыртыс және жарық деп көрсетілген болды. Енді білесіздер, тектоникалық қозғалыс кезінде жарықтардың мүмкіншілігі арта бастайды. Яғни жер қыртыстары босап, жарықтар арқылы жер бетіне сулар шыға бастайды. Бізге сұрақ берілген. Жарық жағдайында табиғи себептерден қысым пайда болады. Бұл не орын алады? Яғни жауабына көшсек. А суретінде және материалда қарастырылған жарықтардың сипатымен түсірілген түсінігін пайдалана отырып, тектоникалық карталардың қозғалысы қысымның жиналуына әкелетін және әртүрлі бағытта қозғалатын тау жынысы не топырақ жарық кезінде үйкелу есебінен тоқтайды деп ескереміз. Енді келесі бөліміне көшетін болсақ, бізде жалпы мынадай сұрақтар бар. Яғни контекст. Жер қыртысындағы қысым бөліміне қараңыз. Сұраққа жауап беру үшін әріптерді дұрыс орынға қойыңыз. Оң жақтағы карта аймақтағы жер қыртысындағы қысымның деңгейлері көрсетілген. Аймақ шегінде А, В, С және Д ретінде 4 орын анықталды. Әр орын аймақ арқылы өтетін жарықта немесе жарықта жақын жерлерде орналасқан. Орындарда жер сілкінісінің төмен тәуекелінен ең жоғарғы тәуекелділігіне дейін тәртіп белгілеуіміз керек. Яғни бізге тапсырма осы. Енді бұл жерге келетін болсақ, мұны біздің қолданып жүрген физикалық карта секілді қат-қабат бояулардан нақты көруге болады. Яғни тәуекелділігі ең жоғарғы Д, одан кейін жалпы В, С, А деп көруге болады. Ал енді дұрыс жауабына назар аударайық. Тәуекелділігі ең жоғары Д, В, одан кейін С, ал А әрпімен берілген, ол тәуекелділігі төмен деп есептеуге болады. Енді келесі сұраққа көшетін болсақ, Испаниядағы, яғни 2011 жылғы Лоркадағы жер сілкінісі туралы болмақ. Контекст берілген. Испаниядағы Лорка қаласы жер сілкінісі жиі болатын аймақта орналасқан. Лорка 2011 жылы мамыр айында жер сілкінісі болған. Геологтар аймақта болған алдыңғы жер сілкіністеріне қарағанда, бұл жолғы жер сілкінісі ішінара адами қызметтің есебінен, оның ішінде жер асты суларын айдап, қотару жолымен туындатуы мүмкін деп есептейді. Геологтардың болжамы бойынша, жер асты суларын жер бетіне шығару көрші жақтағы қысымға ықпал еткен, ол нәтижесінде жер сілкінісіне әкелген қозғалыстарды тудыртқан. Енді сұрақ қойылады. 2011 жылы Лоркадағы жер сілкінісі бөліміне қараңыз дейді. Лоркадан шалғайда орналасқан аймақтағы қалада тұратын студент геологтардың Лоркадағы
2011 жылғы жер сілкінісі туралы болжамды жөнінде біледі. Студент өзі тұратын аймақтарда жер асты суларын өндіру, жер асты суларының деңгейінің төмендеуіне әкелгенін біледі. Ол өз қаласында жер сілкінісінің болу ықтималдылығы туралы алаңдатушылығын білдіреді. Студент келесі сұрақтардың қайсысын қаласындағы жер асты суларының жер бетіне шығару жер сілкінісін тудыртатын тәуекелді бағалау кезінде қарастыру керек дейді. Бұл жерде оқушылар бір немесе бірнеше жауапты таңдауды ұмытпау қажет. Ал енді сұрақтарға кезек беретін болсақ. А нұсқасында аймақтағы қыртыста жарықтар бар ма? Б нұсқасы. Аймақтағы қыртыс табиғи себептердің нәтижесінде қысымға ұшыраған ба? В нұсқасы. Аймақтағы жерден таралатын су ластанған ба? С-сы. Аймақтағы орташа күндізгі температура қандай дейді. Яғни нақты жауапқа келетін болсақ, бір емес екі жауапты таңдауға болады. Аймақтағы қыртыстар жарықтар бар ма деген, және дегі аймақтағы қыртыс табиғи себептердің нәтижесінде қысымға ұшыраған ба. Енді келесі дәл осы сұрақ, бірақ геологтардың болжамы қандай болады деген сұраққа жауап береміз. Енді бұл жердегі Испаниядағы Лорка қаласындағы жер сілкінісі жиі болатын аймақта орналасқан. Лоркта 2011 жылы мамыр айында жер сілкінісі болды. Геологтар аймақта болған алдыңғы жер сілкінісіне қарағанда, бұл жолғы жер сілкінісі ішінара адами қызметтің есебінен, оның ішінде жер асты суларының айдап қотару жолымен туындауы мүмкін деп есептейді. Геологтардың болжамы бойынша жер асты суларын жер бетіне шығару көрші жақтағы қысымға ықпал еткен. Ол нәтижесінде жер сілкінісіне әкелген қозғалыстарды тудыртқан. Енді сұрақ, 2010 жылы Лоркадағы жер сілкінісі бөліміне қараңыз дейді. Сұраққа жауап нұсқасын басыңыз деп қойған. Және де бұл жерде геологтардың болжамын қандай зерттеу қолдайды. Яғни асы Лоркадан бірнеше километр қашықтықта жер сілкінісі білінді. Б-сы сорғы жұмыстары көп қысым тудыртатын аудандарда жарық бойындағы қозғалыс үлкен болды дейді. В-сы 2011 жылы мамыр айындағы жер сілкініске қарағанда Лоркадағы жер сілкіністің магнитудасы жоғары болды. Жер сілкінісі Лорканың жағындағы аймақта берілген бір қатар ұсақ жер сілкіністерімен қатар жүрген деп көрсетіледі. Ал енді нақты сұрағына келетін болсақ, геологтардың болжамы қандай қолдайды. Яғни сорғы жұмыстарына көп қысым тудыртатын аудандарда жарық бойындағы қозғалыс үлкен болады деген нақты сұраққа осылай жауап береміз. Жалпы тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.